Бүгін Алматыда Амангелді Сейітхановты еске алуға арналған шағын футболдан республикалық турнир өтті. 8 өңірден 16 команда қатысты. Көрерменнің ықыласына бөленген спорт шығарылымдарын жеңісті күндерде жолыққанша деп аяқтайтын Аман ағамыз футболды да жақсы ойнайтын, жанындай жақсы көретін. Жасы 50-ден асса да алаңға жастарды өзі бастап шығатын. Кезінде бір өзі бірнеше турнирді ұйымдастыруға мұрындық болды. Спорт журналистикасының саңылағынан дәл осылай ерте көз жазып қаламыз деп, еске алу турнирін өткіземіз деп ешқашан ойлаған емеспіз. Алматыдан Қарлығаш Қайыпбекова әңгімелейді. Алаштың Амангелдісі. Амангелді Сейітхановты туған халқы осылай деп атайтын. Ол арысын айтпағанда тәуелсіз Қазақстанның спорт журналистикасының негізін салушылардың бірі және бірегейі болды. Ол халқын қалай сүйсе, спортты да солай жақсы көрді. Әсіресе футбол десе жанын берді. Футболдың өзі өмір. Жасыл алаңда қалай ойнасаң, өмірде де солай ойнайсың деп үнемі айтып жүретін. Сондықтан турнирдің дәл футболдан өткізілуі тегін емес. Турнирдің өзі Алматы қаласында өтіп тұрғаннан кейін басымдықты аймақтарға берейік деп көбінесе жаңа аймақтардан шақырдық. Бұл турнирге бір қуантарлығы тұңғыш рет бұған дейін ешбір журналистер арасындағы ешбір турнирлерге қатыспаған жаңа республикалық көлемдегі Атырау командасы келіп отыр. Бұл да болса жаңа Аман аға деген бүкіл республикалық көлемде бүкіл журналистердің құрметі деп білеміз. Жарысқа еліміздің 8 өңірінен 16 команда қатысты. Арасында Амангелді Муатханұлының өзі құрған команда да бар. Турнирге ақпаратты қолдау білдіріп отырған осы хабар агенттігінде Амангелді Сейітханов 1997 жылдан бері жұмыс істеді. Сондықтан хабар үшін Әбекеңнің орны бөлек. Оны ұжымы Әбекең Аман аға деп ерекше құрметтеді. Оқысының осы екінші өміріндегі жаңа артынан ізбасарлары оқысының ешқашан ұмытпайды, оқысын үнемі ұлықтап отырады. Амангелді Сейітхан өздеріңіз білесіздер, хабар арнасына адал болды, өмірдің соңына дейін хабар арнасында жұмыс жасады. Көптеген елдің есінде қалған қанатты сөздердің барлығын осы хабар арнасының ежерінде айтылып, халыққа кеңінен тараған болады. Көрермендері оның кәсіби шеберлігін, спорттық алаңда болып жатқан оқиғаларды өткір, дәл бағалауын, импровизацияны қолдана отырып, шеберлікпен суреттеп беретін қабілеті үшін жоғары бағалады. Қазақ спортшысы жеңіске жеткенде сен туғанда шешең бекер қалжа жемеген екен, немесе шеберліктеріне тәнті болғанда барша атылып кенеше жабысты. Ал күйінгенде былай қарасаң екі қол, екі аяқ біздің футболшыларда да бар иә деген сөздері әлі санамызда жаңғырып тұр. Қазақтың тілін сәнге айналдырған кісі мынау телевидениеде. Ол кісінің потенциалын толық көрсете алмай кетті. Біз ол потенциалды толық пайдаланбадық. Ол кісінің бір 20%-ін ғана білетін шығармыз. Бәрі айтады, оның керемет комментатор болғаны, керемет бір айтыскер болғаны. Ол кісінің бір 20%-і ғана шығар. Ал ол кісінің ар жағында қаншама 80%, одан да көп екен, сондай қазынасын өзімен бірге алыпты. Осы шара аясында турнирдан бөлек жеңісті күндерде жүздескенше деп аталатын кітабы оқырманға жол тартты. Сондай-ақ спорт және туризм академиясында Амангелді Сейітхановтың есімімен аталатын телестудия ашылды. Онда болашақ комментаторлар танымал спортшылардан сұхбат алып, осы мамандықтың қыр-сырын игермек. Әкеміз әр қазақ мен жалғызым деп айтпақшы, әр қазағы жақыны бауыр еді. Қайнар ағамыз айтқандай, қазақ спортын қайрақ еді ғой. Қалың қазағы тағы бір мәрте әкемізді құшағына басып, қадірлеген құрмет қошеметі деп есептеймін. Өмірдегі ұстанымы өзі ұлт үшін ұлтын керемет жақсы көрді. Қазақ деді, қазақ үшін енді көп еңбек етті. Сонда бүгінде міне халқын сүйген, қазағын сүйген Амангелдіге өзінің халқы, қазағы міне мынандай керемет мерей той жасап жатыр. Еске сала кетейік, Амангелді Сейітханов жайында Арда туған Амангелді деректі фильмі және Алаштың Амангелдісі деген атпен бейнебаянда жарық көрді. Ал Сейітханов атындағы бұқаралық ақпарат құралдарының арасындағы шағын футбол жарысын ұйымдастырушылар келесі жылы оны халықаралық деңгейге көтеруді жоспарлап отыр. Қарлығаш Қайыпбекова, Валентин Лабанов, Жеті күн, Алматыдан.